Сәлем достар, сіздерге галстук аскот деген қалай тігуге болатынын көрсететін боламын. Мұны сіздерге көрсетіп жатырмын, қалай сызу керегін бәрін анық етіп жазып қойдым. Мұқият қарап алыңыздар, немесе скрин етіп өзіңізге түсіріп алыңыз. Каждый сызылған жердің мен сіздерге неше сантиметр болатынын көрсеткен болатынмын. Видеоға мұқият қараңыздар. Енді біз осы лекалымызды матамызға сызып алдық. Матамды мен 4 қайырып алдым. 1 бүктеп және 2 бүктеп, сонда бізде 4 бөлік болу керек. Және жаңағы лекалым бойынша матама сызып алдым. Енді матамды қию үшін мен оның жанына тағы да 1 сантиметрден сызып шығамын. Себебі тіккенде біздің галстугымыз кішірейіп қалмау керек. Сол үшін тігіп шықтым. Видеода көрініп тұрғандай 1 сантиметр тағы артықтау етіп линейкамен сызып алдым. Содан кейін барып түйрегішпен түйреп алыңыздар, матаңыз жылжып кетпеу үшін. Содан кейін біздер оны қиып аламыз. Сонда біздің осындай галстугымыз болады. 2 бөлік қой, 2 жағы. Енді оң жағын бір-біріне беттестіреміз. Және галстугымыздың мойын жағына біздер дублерин жабыстырамыз. Себебі мойын жағы бізде қатты болып тұрғаны жақсы болады. Енді мен осы галстугымды тігу үшін түйрегішпен барлық жағынан түйреп шығамын. Немесе сіздерге қолыңызға тіккенде ыңғайсыз болса, көктеп шығуыңызға болады.
галстукты тіккенде біздер оң жағына қайыру үшін кішкене бөлік қалдырамыз. Жаңа дублерін жабыстырамын және оң жағына қаратып дайындап аламын. Мына осындай менің галстук аскот деген дайын болды. Бұл баланың мойнына әдемі етіп байлап, рубашканың ішінен кигізіп, соны байлап қояды. Осындай әдемі галстугымыз дайын болды. Егер сіздерге сабағым ұнаған болса, комментарий қойып, лайк басып кетіңіздер. Және тіркелуді ұмытпаңыздар.